Қайырлы күн оқырманым, ең оңай пирог түрі қайсы десе, осыны көрсететін едім. Сондықтан сіз де үйреніп алыңыз. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқаның үстіне қант салып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап миксермен езіп аламыз. 2-3 минутта езесіздер. Ақ көпіршік болып шығу керек, және массамыз көтеріліп, өзінің көлемін көтеріп көбейту керек. Міне бізде осындай масса шықты. Көпіршіктеніп, байқасаңыздар кішкене қоюланды. Енді осы массаның үстіне ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майымызды құямыз. Шай қасықтың ұшымен шым-шым тұз саламыз. Артынша бірден қамыр қопсытқыш саламыз. Барлығының мөлшерін, керекті заттарды видеоның астына жазып кетемін. Барлығын салып алғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнды 2-ге бөліп саламыз. Бірінші жартысын салып, осылай жақсылап езіп, яғни шайқап аламыз. Біркелкі масса болуы қажет сіздерде. Енді міне екінші бөлігін салып жатырмын. Біркелкі қою масса шығуы қажет. 2 минуттай жақсылап езіп араластырып аламыз. Міне бізде осындай қою масса пайда болды. Енді осы массаның үстіне өзіңіздің қалауыңызша мейіз немесе алма салсаңыздар да болады. Мен мейіз салдым. Мейізді алдын ала жуып, жылы суға 1-2 минутқа салып қойсаңыздар, бойына суды сіңіріп, пирогтың ішінде балғын болып жақсы дәмін ашады. Сондықтан, егер уақытыңыз болса, сөйтіп суға салып қойсаңыздар, жақсы болып шығады. Егер уақытыңыз шектеулі болса, онда бірден сала берсеңіздер болады. Міне мейізді де біркелкі етіп барлық жеріне баратындай араластырып алдым. Енді үйіңізде бар кез келген формаға осы массаны салатын боламыз. Осындай силикон қасықтың көмегімен, қасық дейміз бе, таяқшаның көмегімен осылай барлығын ыдыстан ысырып салып аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді осы пирогты пеште 150-160 градуста пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы градусқа қойыңыздар. Пирог өзі жаймен көтеріліп, жақсы болып піседі. Пирогымыз 40-45 минутта піседі. Менде 45 минут өтті. Және әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан осындай ағаш таяқшаның көмегімен немесе вилканың көмегімен осылай ағашымызды тығып көреміз. Егер ағашыңыз кебі болып шықса, онда пирогыңыз пісті деген сөз. Біздің пирогымыз дайын. Ас болсын, бір рет болсын пісіріп көріңіз. Қайта оралатыныңызға сенімдімін. Ас болсын, сіздермен болған Әсел. Менің YouTube каналыма тіркелуді және лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.